Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Бүгін сіздерге телефон арқылы видео шақырту билеттерін қалай жасау керек жолдарын көрсететін боламын. Ол үшін осы видеоның соңына дейін қарап өтсеңіз, сізге дайын видео шақырту билеттерін жасайтын шаблондарды тегін беретін боламын. Енді осы көріп отырғандарыңыздай, осы жерден кез келген бір шаблонды таңдап алып, біздің галереямызға сақтап алатын боламыз. Сақтап алдық. Енді бізге осы жаңағы шақырту билетті ары қарай өңдеу үшін CapCut приложениесі керек болады. Сіздер бұл приложениені Play Market'тен немесе App Store'дан скачать етіп алсаңыздар болады. Видеомыз осылай алып келетін боламыз. Енді бізге қазір музыка керек емес. Музыкасын өшіріп тастаймыз. Мына жерде выкл звук деген бар. Үстінен бір бассаңыз звук кетіп қалатын болады. Енді осы жерге қазір тексттерін жазамыз. Енді бұл бұл шаблонға мен қыз ұзатудың шақырту билетін жасайтын боламын қазір. Енді қазір осы ашылған жерінен бастап жаңағы ең басында қыз ұзату деп жазамыз. Текстті басасыздар. Басқаннан кейін жерде добавить текст деген бар. Енді бұл жерде заметки бөліміне мен жаңағы шаблонның ішіне жазылатын сөздердің бәрін осылай жазып қойдым. Егер сіздерге керек болатын болса, Telegram каналда бар. Сол жерден тексттерін алып өзгертіп жазсаңыздар болады. Неке вставить етіп қоямыз. Қойғаннан кейін мына жерде стилін, шрифтін өзгертуге болады. Неке шрифтін өзгертейік қазір. Закат дегенге қоятын боламыз. Енді мына жерден стилін өзгертсеңіз болады. Цветін өзгертсеңіз болады, кез келген цветке. Мына жерде енді қызыл үйлеседі екен бұған. Осылай жазып қойсаңыздар болады. Енді қолдың көмегімен осылай үлкейтсеңіз, үлкейтіп кішірейтуге болады. Неке арайлым қыз ұзату. Қазір қараймыз. Неке арайлым қыз ұзату деп шықты. Енді осы сөзге анимация қойсаңыз болады. Сөздің үстінен бассаңыз, мына жерде анимация деп шығады. Осы жерден өзіңіздің фантазияңызға байланысты кез келген жаңағы анимацияны қолдансаңыз болады. Енді ары қарай келесі текстті жазу үшін мына тексттің соңына барасыздар. Барғаннан кейін мына жерде добавить текст деген бар. Үстінен басасыздар. Басқаннан кейін заметки бөліміне барамыз. Осы жерден келесі сөзді алып келетін боламыз. Неке құрметті бауырлар деп тұр. Үстінен 2 рет шешсеңіз, осындай белгілейтін жер ашылатын болады. Скопировайтты басасыз, белгілеп алып. Енді CapCut приложениесіне барып, вставить етеміз. Енді қолдың көмегімен осы сөздерді осылай үлкейтіп кішірейтуге болады. Жерде бөлулер деген астына түсірсеңіз болады, және әріптестер деген сөзді астына түсіріп, осылай үлкендеу қылып жазуға болады. Қолдың көмегімен үлкейтсеңіздер болады осылай. Мына жерде птичканы басамыз, галочканы. Енді ары қарай келесі сөз. Сөздің ең соңына барамыз. Барғаннан кейін, біткеннен кейін жерде добавить текст деп тұр. Осы жерге барып, келесі жаңағы сөзімізді алып келеміз. Осылай скопировайтты басасыз. Басқаннан кейін CapCutқа барамыз. Вставить етесіз мінекей. Өзі әдемі болып түсті. Осылай қолдың көмегімен шаблондарыңыз қандай болса, сол жерге былай жылжытуға болады қолыңызбен, қолдың көмегімен. Мінекей. Осылай жасауға болады. Енді келесі галочканы басатын боламыз. Енді мына жерде барлығы бірдей фон болып кетті. Енді келесі басқа фон болу үшін мына жерді қиып алып тастау керек. Ол үшін мына жерде қазір көрсетем. Енді қазір мына шаблонды алатын боламыз. Мына шаблон біткен жерінен бастап мына жерден бітеді екен. Енді видеоның үстінен басасыз, разделить деген бар, үстінен басатын боласыз. Және ең басына келейік. Мына жерде видеоның үстінен бассаңыз, разделить деген сөз шығады. Үстінен басып, удалить етсеңіз болады. Енді келесі сөзіміз жазамыз. Ол үшін добавить текст дейміз. Енді заметкеге барамыз. Той күні. Копировать етеміз. Заметки бөліміне барып, вставить ететін боламыз. Той күні 25 тамыз.
Енді ары қарай тағы да текст жазамыз. Добавить текст. Келесі заметки бөліміне барып, мекен жайымызды көшіріп алып келетін боламыз осылай. Скопировать, капкатқа барып ставить етеміз. Осылай кез келген жеріне өзіңіз қойсаңыз болады. Енді тағы да келесі сөзіміз той иелері және қош келдіңіздер деген, келіңіздер, сіздерді асыға күтеміз деген сөзді көшіріп алып баратын боламыз қазір. Той иелерін қойдық. Енді тағы да мына жерге добавить текст дейміз. Енді соңғы сөздерді алып келеміз осында. Келіңіздер, асыға күтеміз деген көшіріп алып, мына жерге вставить етеміз. Мінекей, осылай жазсаңыздар болады. Енді керек емес жерін қиып алып тастасаңыздар болады. Енді мына жерде сөздерін былай саусақтың көмегімен жылжытуға болады, ары бері. Егер мына сөздеріңіз тез шығып кетті десеңіздер, көп сөздер бар арасында. Оны осылай ұзақ анимациямен жасап қоюға болады. Мынаны созасыздар. Енді жаңағы видеомызды соңғы жерін кетіріп тастайтын боламыз қазір. Видеоның үстінен бассаңыз разделить деген шығады. Осы жерін удалить етіп тастайсыз. Және соңында осы CapCut приложениесінің жаңағы знак шығады. Үстінен, видеоның үстінен бассаңыз удалить деген сөз шығады. Осылай удалить етсеңіздер болады. Так, келесі енді біз анимация қоямыз қазір сөздерімізге. Мінекей. Үстінен басасыз, басқаннан анимация деген бар не. Мынаған анимация қойылды арайлымға. Келесі құрметті бауырлар дегенге анимация қоятын боламыз қазір. Оғанда бірдей түсе берсін. Енді мына жерде жаңағы сөзіміз тез шығып кетті. Жерде секундын көбейтетін боламыз. Сол кезде өзі жай осылай шығатын болады. Мына жерде сіздерді деген анимацияға барамыз. Кез келген бір анимация түрін таңдаймыз. Және астында секунд бар. Жерден өзіңіз таңдасаңыз болады. Бәрін анимация қойып шығатын боламыз қазір. Анимация осылай. Енді соңғысы бізде музыка қалды. Музыканы алып келу үшін біздер мына жерде звуки деген бар. Извлечені өзіңіздің жаңағы компьютеріңіздегі немесе соткаңыздағы музыканы осылай алып келуге болады. Енді видеомыздың біткен жерінен бастап белгілейміз жаңағы музыканы. Белгілегеннен кейін мына жерде разделить деген шығады. Үстінен басу арқылы удалить етіп тастайсыздар. Қараңыздар, енді қандай видео шыққанын көретін боламыз. Өте керемет. Баянның көзіндейсің, жібектің өзіндейсің, ақ жаулық аналардың кешегі кезіндейсің, аққуға айналдың да, ұшуға сайландың ба мекеніңе. Неге осылай керемет видео шықты. Қолжетімді, кез келген жерде жасасаңыз болады. Осы видеоның астында описание бөлімінде Telegram каналдың сілтемесі бар. Сол сілтемеге өтіп, тіркеліп, кез келген шаблондарыңызды өзіңіздің соткаңызға, ұялы телефондарыңызға көшіріп алып, осы CapCut приложениесіне немесе VN немесе InShot жаңа қосымшаларында жасап көрсеңіздер болады. Кәделеріңізге жарасын, міндетті түрде жасап көріңіздер. Осы видео пайдалы болса, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Келесі жаңағы алдағы уақыттарда тағы да пайдалы ақпараттармен міндетті түрде бөлісіп отыратын боламын.